иманы кемел болса, ол адамдар үшін жақсылық қалайды. Өзіне қандай жақсылығы бар, өзінде тура солай қалайды. Өзіндегі мына тура жолда жүргенін, сауапты көрген, ләззат алған құлшылықтан сол басқа адамдар бәрі білсе, басқа адамдар соны істесе, осы тура жол, басқа адамдарды осындай азапқа ұшырамай, үлкен Алла тағаланың ертең келешекте жәннатқа кіріп сондай, және бұл өмірде де ләззат алса ғой иманнан деп соны қалайды. И сол үшін жаңағыда дайын тұрады әртүрлі қиыншылықтарға, зиян көруге соны дайын тұрады екен. Енді келесі мәселе ол қалай жасалу керек насихат. Насихат, құлшылық, насихат қалай жасалу керек деп соның несі тәртібі. Суфиян ас-Саури рахимахуллах бір сөзінде айтады, жақсылықты кім бұйыру керек? Қандай адам жақсылыққа шақырады, және қандай адам жамандықтан тияды? Ла я'муру бил ма'руфи ва ла янха анил мункари илля ман кана фи саласу хисал. Үш сипаттағы адам ғана осы амалды жасау керек. Рафиқун бима я'мур, рафиқун бима янха. Бірінші сипат жақсылыққа шақырған кезде жұмсақтық көрсету, жұмсақ түрде жақсылыққа шақыру. Және тыйған кезде де жұмсақ түрде тыю. Екінші сипат адлун бима я'мур ва адлун бима янха. Және егер жақсылыққа шақырса әділетті болады. Сол сияқты да жамандықтан тыйған кезде де әділетті болады. Мағынасы біреуге айтқан нәрсені екінші адамға да айтып, біреуді тастап, біреуге айтпай, немесе біреуді тыяды, басқа біреуге бата алмайды, айта алмайды. Әділетті болып, бәріне бірдей қарап, бөлмей, таңдамай, бәріне де бірдей насихат айту, бірдей жақсылыққа шақыру, бірдей оларды жамандықтан тыю. Енді бұл әділеттік болу керек. Үшінші сипат білім. Алиму бима я'мур, алим бима янха. Білген нәрсені өзі білу керек. Жақсылық екен көзі жетіп, нақты біліммен жақсылыққа шақыру керек. Және біліммен де жамандықтан тыю керек. Нақты жамандық па, көзі жетіп, білім солай ма екен, білгеннен кейін ғана сондай қадамға бару керек. Адам білмей бір нәрсе жақсы деп ойлайды, ол жақсы емес болуы мүмкін. Бір нәрсені жамандық деп ойлап, ол ондай жамандық емес ойлағандай. Нақты біліммен жақсылыққа шақыру керек, және жамандықтан тыю керек. Осы тақырыпта имам Ахмед рахимахулла да айтып кеткен. Сондай жұмсақтықпен әмір етеді, шақырады дінге. Егер оны сол шақырған кезде файнасмау ма якра ла ягдаб фаякуну юриду ан янтасира ли нафси. Егер де айтқаннан кейін, жақсылыққа шақырғаннан кейін адамдар оған жаман сөздерді айтса, сол кезде ашуланбайды, ашулануға болмайды. Егер де ашуланса, онда нәпсіге берілгені, дін үшін емес, сауап үшін емес істегені, ал өзін бір нәпсі үшін, қалау үшін сондай болып кетеді. Бұл енді ашулану, яғни сабыр етіп, сабырлық жасау керек. Сауап үшін істеп жатыр. Осы жұмсақтық жайында Ибн Масудтың жолдастары, достары көрсетеді бір жерде, радиаллаху сахабаны. Ида марру би қаумин ярауна минхум ма якрахуна яқулун махлан рахимахумуллах, махлан рахимакумуллах. Ибн Масудтың достары далада келе жатқанда бір адамдарды көрсе, қателік жасап тұрған, оларға жай айтады, ақырын айтады. Махлан, ақырын байқандар, ақырын Алла сендерге мейірім етсін, Алланың рахметі болсын. Байқандар, Алланың мейірімі сендерге болсын. Яғни қатты ұрыспай, жұмсақ түрде оларды тияды екен. Осындай амал жасаған екен. Яғни жақсылыққа шақырған кезде, жаман тыйған кезде жұмсақтықпен айту керек. Және ғалымдар бұл амру бил маруф нахи мункар, жақсылыққа шақыру мен жамандықтан тыюды Алла жолына күреспен бірдей теңестіреді.
алла жолында күрескен сияқты. Мысалы бір адам бірнеше екі адамға айтқан кезде сескенбей айту керек. Екі адам болса да алдына, жалғыз адам екі адам айтып. Қашуға болмайды. Мыналар көп деп қашса рұқсат етілмейді. Яхрум, яғни оған тыйым салынады. Харам болады деген тыйым салынады. Ал енді көп адам болса, оларға енді ваджип болмайды, қарсы тұруға, айтып тұруға. Бірақ егер де көп адамға да айтып, сол артынан зиян оған тисе өзіне басына, соған шыдап мықты болса, ол абзал болады. Кейбір адам көпшілікке қарсы не айта алмайды, сол кезде айталса, онда және зиян тисе де соған сабыр етсе, ол абзал болады. Алла тағала Құран Кәрімде өзі айтады: жақсылыққа шақыр, жамандықтан тый, және уасбир аля ма асабак. Жақсылыққа шақырғаннан кейін, жаман тыйғаннан кейін саған міндет түрде зиян тиеді. Пендешілік жасайтын адамдар, олар саған рахмет айтпайды, олар керісінше сені жақтырмай, айтқан бұйырған саған зиян тигізеді. Соған сен сабыр ету керексің. Сабыр етіп, соған шыдау керексің. Егер де арғарай сол фихтің осы мағынасында, егер де ол барып не істесе, жаңағы жаман сөзді айтады, мыналар балағаттайды, тіл тигізеді қазір, сонан сөзден, естуден қорыққаннан тастауға болмайды екен бұл амалды. Бұл себеп болып саналмайды. Қазір маған сөйлейді, жаман сөздерді айтады, сөйлесем сол үшін тастаймын деп рұқсат етілмейді дін бойынша. Және ең маңызды осы жолында жақсылыққа, адамдар жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыйған кезде әртүрлі көрген, әртүрлі зиянды көреді сол адам. Ол нәрсе қорлық деп санамау керек. Ол керісінше абырой өзіне жинады. Сонда жақсылыққа шақырды, жамандықтан тыйды, артынан оған адамдар неше түрлі жамандық істеді, ол адам қорлық көрмеді, ол абырой өзіне жасады. Яғни Алланың алдына абырой. Дұрыс адамдар оны бәрі сыйлайды, құрметтейді, осындай позиция үшін, осындай қорықпай жақсылыққа шақырған үшін.